математикалық сауаттылық бойынша бастаған есеп нұсқамызды ары қарай жалғастырамыз. Біз 6-шы есепке келіп тоқтаған едік. Ал енді шығарайық. Жәшікте 150 бірдей детальдар алынған кезде кез келген детальдің жарамсыз болуының ықтималдылығы 0,2-ге тең. Жәшікте қанша жарамсыз деталь бар? Енді берілген оқыдық, жерге шығарамыз. 12-ге қоя салайын. Қараңыздар, өзі 150 деталь бар, 150 детальдың 0,2-сі жарамсыз болуы мүмкін. Енді біз 0,2 дегеніміз 100% болса 0,2, яғни 2%. 150 бізде болады 100%, ал жарамсыз детальдардың саны бізде 2% болады. Енді алдыңғы есептерден үйреніп алдық біз пропорцияны қалай шығаруды. 150-ді 2%-ке көбейтіп 100%-ке бөлеміз, яғни x-ке қарама-қарсы санға бөлеміз, екеуін көбейтіп, екі жағындағы санды. Сонда проценттер қысқарып кетеді. 150-ді 2-ге өйтсек 300, 300-ді 100-ге бөлсек 3. Міне, есептің жауабы 3. Ешқандай қиындығы жоқ. Келесі есеп. Бірінші жәшікте 72 килограмм алма бар. Екінші жәшіктегі алма, бірінші жәшіктегі алманың 18-ден 5-ін. Ал үшінші жәшіктегі алма, жақындатайын, алғашқы екі жәшіктегі алмалардың қосындысының 4-тен 1-ін құраса, онда үш жәшіктегі барлық алмалардың салмағын табыңыз. Бір қарағанға бір қиын болып тұр, бірақ өте оңай есеп. Ал бүйтеміз. Бірінші жәшік, бізде бүйтек. Бірінші жәшік, бірінші Ж деге қанша килограмм алма бар? 72 килограмм алма бар, Ал екінші жәшіктегі алма, бірінші жәшіктегі алманың 18-ден 5-ін. Яғни екінші жәшіктегі алма, бұлай жасасақ қалай болады? Оңай болу үшін бірінші жәшіктегі алманы дегенді Б дейік. Екінші жәшіктегі алманы Е дейік. Үшінші жәшіктегі алманы У дейік. Осылай бізге түсінікті болу үшін. Енді қараңыздар. Бірінші жәшікте бізде 72 килограмм алма бар. Ал екінші жәшікте алма, бірінші жәшіктегі алманы 18-ден 5-ін, яғни 18-ден 5 көбейту Б болады, бірінші жәшік. Ал үшіншісінде алғашқы екі жәшіктегі алмалардың қосындысының 4-тен 1-ін. Яғни 4-тен 1 көбейтілген Б бірінші қосылған екінші жәшік. Ары қарай шығарамыз. Кеттік. Екінші жәшіктен бастаймыз. Екінші жәшіктен болады 18-ден 5 көбейтілген бірінші жәшік. Яғни 18-ден 5 көбейтеміз 72-ке. Сонда қанша болады? 72-ні 5-ке көбейтіп 18-ге бөлсек, 70-ті 35, 360 болады. 360-ті бөлеміз 18-ге. Қанша болады? 20 болады. 36 18-ін 2-ке көбейтілгені, қасында 0-мен 20 болады. Яғни екінші жәшікте біз таптық. Қанша алма бар? 20. Бірінші жәшікте 72. Ары қарай. Үшінші жәшік. Үшінші жәшікте 4-тен 1 көбейтілген. Бірінші жәшік қосылған екінші жәшіктегі алмалар. Яғни 4-тен 1-ді көбейтеміз. Бірінші жәшігімізде 72 килограмм, екінші жәшігімізде 20 килограмм. Сонда 72-ке 20-ны қоссақ 80-92. 4-тен 1 қосып көбейтілген 92. 92-ні 4-ке бөлсек 80-20, ара 12, 23. 23, дұрыс па? 23 килограмм. Сонда, үшінші жәшігімізде 23 килограмм екен. Ал енді барлық, онда үш жәшіктегі барлық алмалардың салмағын табатын болсақ, барлығы тең болады 72 қосылған 20 қосылған 23. 20-ға 23-ті қоссақ 43, 43-ға 70 қоссақ 100,
15, иә, 115 килограмм, яғни 115 килограмм жалпы қосқанда алмалар бар. Жауабымыз Е жауабы болады. 8-ші есебімізді шығарамыз. Қараңыздар. 3 учаскіден 882 центнер бидай өнімі алынды. Бірінші учаскіден алынған өнімнің екінші учаскіден алынған өнімге қатынасы 5 бөлінген 9 қатынасында дейді. Яғни сразу жазып кете берейік. Бірдестен жалпы 882 центнер бидай бар, иә? Үшеуінен. Яғни біріншісі учаскіден. Енді жаңағыдай алдыңғы есеп сияқты былай жазып алайық. Бірінші учаскіні Б дейік. Екінші учаскіміз біздің тең емес, сызықпен белгілеп кетейін. Екінші учаскіміз Е, үшінші учаскіміз У деге. Бізге ыңғайлы болу үшін. Енді қараңыздар. Үшеуін бидай өнім, яғни бірінші және екінші және үшіншісін үшеуін қосқанда 882-ге тең. Ал енді бірінші учаскіден алынған өнімнің екінші учаскіден алынған өнімге қатынасы 5 бөлінген 9 қатынасында. Яғни біріншінің екіншіге қатынасы 5 бөлінген 9 қатынасындай. Ары қарай. Ал үшінші учаскіден алынған өнім бірінші учаскіден алынған өнімнен 40%-ке артық. Енді осы жерде қараңыз, егер 20%-ке артық біріншісінен 30%-ке артық десе қалай жасаймыз? Қараңыздар, мынау бірінші учаскеден мысалы мынанша болса, екіншісіне осынша және 40% бар осы біріншісінің. Яғни былай жазып қойғай. Былай, арай былай жазайық. Мына қараңыздар, сызып көрсетейін. Мысалы мына 100% болып тұрады ғой. Мына 100% және қосылған осы 100% 40%. Сонда мына жерге қарасаңыздар 100, мына жерге қанша процент? 140%, иә? Яғни 140% жалпы. Ол дегеніміз болашақта процентпен есептеп жүрмей, былай жазсаңыз болады. Осыны бүйтіп жазасыздар. 140%. Яғни қараңыздар. Ал үшінші учаскіден алынған өнім бірінші учаскіден алынған өнімне 40%-ке артық. Сонда үшінші учаскі тең 1/4 көбейтілген Б. Осылай жазылады. Ал егер мысалы екінші учаскіден 20%-ке артық болса 1/2 Б деп солай болып тұрады. Артық болған кезде 1/3, 1/4%-не байланысты. Мысалы 35%-ке артық болса 1/35 көбейтілген ары қарай жаңағы қайсыдан артық. Солай жазасыздар. Бұл оңай жолы, қиналып, және процентпен бейтіп, пропорцияға есептеудің орнына осылай оңай жолмен тез есептеп аламыз. Мынандай бізде жүйе шықты. Осы жүйені арға шешеміз. Осы 3 учаскіден алынған өнімдердің медианасын табыңыз. Бірінші, біз 3 учаскінің мәндерін тауып алайық. Сосын олардың медианасын табуды көрсетемін. Ал кеттік. Қараңыздар, мына жерде барлығынан біз нені алсақ болады? Мысалы, У, Б, Еден, мысалы бәрінен Б-ны тауып алайық. Мысалы, біріншіден Б. Б қаншаға тең? 5 бөлінген 9 көбейтілген Е. Яғни Е білесіздер, теңдіктің, яғни пропорция мына бетіне үстіне көбейтінді болып өтіп кетеді, былай төбесіне көбейтіледі. Яғни мына жерге 5 бөлінген 9 десе де болады, бірақ біз әдемі болып тұру үшін былай жанына жаза берейік. 5 бөлінген 9. Енді мына жерден Б белгілі. Енді қараңыздар, Б-ның орнына, мынау 1/4 Б деп тұр ғой. Осы Б-ның орнына мына мәнді қоямыз. Сонда үшіншіміз тең, үшінші учаскеден алған өнім 5 бөлінген 9-ды көбейтеміз 1/4-ке. Ары қарай осыны көбейте салып, 5-ті 1/4-ке көбейтсек, 5, 4-ті 5-ке көбейтсек, 7, сонда 7 бөлінген 9. Міне, біз барлығында Еге келтіріп алдық. Енді мынау қосындыға жазамыз. Біріншіміз бізде 5 бөлінген 9. Екіншіміз қаншаға тең? Екінші Енің өзі. Үшінші 7 бөлінген 9. Бұның бәрі 882-ге тең. Ал енді мына жерге ортақ бөлім табайық. Мынау 9. Мынаған 9-дан береміз. Сонда 5 қосылған 9 қосылған 7 бөлінген 9 тең 882. Ал 5-ке 9 қоссақ 14, 14-ке 7 қоссақ 21 бөлінген 9
астына жаза берейін. 21-ге бөлінген 9 тең 882. Енді 21 мына жерге қараңыздар. Енің өзін табу үшін 9-нан үстіне, ал 21-ді астына, бөлшектің астына жібереміз. Ал сонда неқа жазбек? Тең 882 көбейтілген 9 бөлінген 21. Ал есептейік. 21 882-ні 9-ға көбейтіп 21-ге бөлсек 378. Міне, біз екінші учаскеден алынған өнімнің мәнін тауып алдық. Ол 378. Енді біз біріншіні және үшіншіні осы елерді қойып тауып аламыз. Яғни біріншіміз тең 5 көбейтілген 9 көбейтілген еміз бізде 378. Мынаны бояп қойайын. 378. Сонда 378-ді 5-ке көбейтеміз, оны 9-ға бөлсек 210. Міне, бізде шықты 210. Келесі 7 көбейтілген 378 бөлінген 9. 7 көбейтілген 378 бөлінген 9 294. Кішкене дұрыс жазылмай қалды. 294. Міне. Қараңыздар, біз үшеуін тауып алдық. Енді ары қарай медиананы тапамыз. Медиана дегеніміз ол ортасы деген сөз, геометриядан білеміз. Мына жерге қараңыздар, біз былайынан алайық. Мынаны кішірейтіп қойайық. Қараңыздар, мына жерге жазайық медиана. Медиана деген ортасы, мысалы 1, 2, 3, 4, 5 деген сандар болса, яғни өсу ретінде бәрін орналастырып шығамыз. Сосын медианасы деген дәл ортасында тұрған, мысалы, дәл ортасында мына жерге 3 тұр. Бұл жерге медианасы 3. Ал егер мынандай болса ше, 1, мысалы 2, 4, 6 болса, бұның ортасы қандай? Дәл ортасында мына жерде сан жоқ, яғни бұл мына сандар бізде 4 сан, яғни жұп сандардың барлығын несі, яғни жалпы сандар 4 сан, мына жерде 5 сан тақ болғаннан кейін біз дәл ортасын таба аламыз. Ал жұп болған кезде таба алмаймыз. Сол үшін мынау ортасында тұрған 2 сан, 2 мен 4-тің ортасын табамыз. Яғни 2-ге 4-ті қосып, оны 2-ке бөлеміз. Сонда 3. Яғни медианасы мына жерде бізде 3 болады. Ал егер мынандай сандар деп жазып көрейік. Мысалы 7, 9, 12, 15 деп жазып көрсек. Мысалы бұл жерде медианасы 14 десайықшы. Бұл жерде медианасы мынау екеуін аламыз, ортасындағы. 9-ға 14 қосамыз, ол жазасай, 9-ға 14 қосамыз, 2-ке бөлеміз. 9-ға 14 қосақ 23, 23-ті 2-ке бөлсек 11,5. Міне, ортасы медианасы 11,5 болады. Яғни медиананы түсініңіздер ғой, если мына жерде мысалы 15 емес, тағы 16 деген сан болатын болса, медианасы мына жерде 14 болады, себебі ортасындағы сан болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ал біз не есепті жазайық? Бізде есептеріміздің жауабымыздан шыққан мәндер 210, 294 және 378. Мынау бізде 210 ол біріншісі, 294 үшіншісі, 378 екіншісі. Енді қараңыздар, бұл жерде біз бірінші, екінші, үшінші деп орналастырмаймыз. Біз өсу ретімен, яғни 210, 294, 378. Бұл жерде медианасы қайсы болады? Дәл ортасында тұрған ол 294 болады. Міне, ешқандай қиындық жоқ. Есебімізді таптық. Жауабы мына жерде міне 294 А жауабы болады. 9-шы есебін шығарамыз. Мына жерде y тең модульде x, тік жақшада алынған x, функциясының x0 тең 4,7 нүктесіндегі мәнін табыңыз дейді. Мұндағы x ол модульдегі x, x-тен артық емес ең үлкен бүтін сан. Функциямыз жазайық. Y тең тік жақшада x алынған x 0 нүктесіндегі мәнін табыңыз. Яғни 4,7 деген нүкте.
Енді модульдегі сан x-тен артық емес ең үлкен бүтін сан дейді. Яғни бұны табу үшін 4-тен 7-тен артық емес, яғни 4-те 7-тен артық емес. Ең үлкен бүтін қандай сан? Ол 4, яғни бүтін сандар 4, 5, 6, 7. 5 болса, ол 4-те 7-тен үлкен болып кетеді. Бізге артық емес деген жерде жазылған, ең бүтін сан. Табан, сол үшін ол 4 болады. 4-те 7-ге дейінгі ең үлкен бүтін сан, ол бізде 4. Мұны тік жақшадағы мәніміз ол 4-ке тең. Енді бұл y таба саламыз ары қарай. Сонда y тең тік жақша бізде жауабын таптық, ол 4. 4 алынған 4,7, яғни x0-ны, x0-ды қоямыз. x0-дегі мәнін табып жатырмыз ғой, сол үшін 4-тен 4-те 7-ні алсақ, минус 0,7. Міне. Жауабымыз минус 0,7. Мына жерде бар ма? Міне, с жауабы минус 0,7 болады. Ешқандай қиындық жоқ. Келесі есеп. Кестеде сандар белгілі бір заңдылықпен берілген. Кестедегі сұрақ белгісінің орнына тиісті сан. Мына жердегі саны табуымыз керек. Енді қараңыздар. Мына жерде бір қараймыз, реттілікті табамыз. Бұндай есептердің кішкене логика қажет болады. Біздің есепте қараймыз. Мына жерде қандай заңдылық бір бар екенін тексерейік. Мысалы 8, 5, 9 үшеуінде бір жаңа прогрессия, арифметикалық немесе геометриялық прогрессия жоқ, Мына жерде қандай? 11, 7, 16 жоқ. Мына қатармен істеп жатыр. Мына жерде 15, 10, мына жерде мысалы 5 болуы мүмкін. Жаңағы азайтылып, 5 азайтылып кішкене ұқсастық бар, бірақ бір жалпы заңдылық жоқ. Енді былай қарайық, баған бойынша. Мына жерде 8-ге 11 шығу үшін 8-ге 3 қосу керек. Ал 11-15 шығу үшін 4 қосу керек. Бір жаңағыдай әдемі заңдылық таппай тұрмыз, 5, 7, 10. Мына жерде 2, мына жерде 3 қосу керек. Ал мына жерде қараңыздар, 9, 16. 9 бізде 3-тің квадраты, кішкене кішірейтейін. 9 бізде 3-тің квадраты. Ал 16 бізде 4-тің квадраты. Мына жерде мүмкін 5-тің квадраты болуы мүмкін, Бірақ енді қараңыздар, мына жерде 3. 3-тің квадраты шығу үшін мына жерде 8-ден 5-ті жаңағыдай байланыстыратын не нәрсе бар? 8-ден 5-ті алсақ 3 шығады, 3 шығады. 11-ден 4-ті алсақ қанша? Шыға ма? 11-ден 7-ні алсақ 4 шығады. Яғни міне 4-тің квадраты келіп тұр. Енді 15-тен 10-ды алсақ қанша? 5. 5-тің квадраты 25. Яғни жауабы 25 болады. Себебі бәрі бір заңдылыққа келіп тұр. Яғни бірінші саннан екінші сан алынып, соның квадраты жазылып тұр міне. Бірінші саннан екінші сан алынып, оның квадраты. Соңында да 15-тен 10-ды аламыз 5, 5-тің квадраты. Жауабы 25 болады. Бұндай есептерде кішкене логика қажет болады. Мүмкін басқа есептер плюс болуы мүмкін барлығы. Кішкене. Мынандай мысалы плюс болуы мүмкін, немесе бір көбейтінді деген сияқты қандай заңдылыққа барлығы бір бағынып тұр, сол бойынша аласыздар. Міне, алғы екінші бөліміміз бітті.